Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін дәл осындай кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Қолда бар заттармен ғана жасалады. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: бөлме температурасында сары май, шекер, сүт, жұмыртқа, ұн. Ұн мына жерде менде ішінде разрыхитель мен шым-шым тұзбен араласқан. Ең алдымен жұмыртқамызды шекерімізді салып, жақсылап ағарғанша араластырып аламыз миксермен. Сары майымызды салып, тоже жақсылап миксермен араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды бөліп салып аламыз. Мінекей осындай ванильный тесто шығу керек. Мына жерде менде салмасына арахис пен жүзім. Бұл болмаса да міндетті емес. Формамызды дәл осылай майлап, үстіне ұнды сеуіп, видеодағыдай етіп айналдырып шығыңыз форманы. Сонда біздің жаңағы тестіміз формаға жабыспай, жақсы болып алынып шығатын болады. Қалған ұнды салып аламыз. Тестімізді формаға құйып, әркім өзінің пешінің ыңғайына қарай пісіріп алады. Менде әсел пеш болғандықтан мен 150 градуста шамамен 60 минуттай пісіріп аламын. 1 сағаттың ішінде толығымен пісіп шығады. Біздің кексіміз пісіп шықты, рецепт бірден шығады, сондықтан барлығыңызға жасап көруге кеңес берем. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео пайдаларыңызға жарап жатса, тіркеліп алыңыз. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода кездескенше.